үшін де, соны өміріне сіңіру үшін де сіз сондай әке болып бермейсіз ба? Сіз сондай ана болып бермейсіз ба, жаным? Құранды жаттау шарт емес. Құранның бір аяты болса да соны бойына сіңіріп, сонымен жүру маңызды. Білесіздер ме? Құран жаттап алып боқтап жүрсең, Құран жаттап алып қатын сабайтындар бар. Маған жазады ана қарилардың әйелдері. Күйеуім қари дейді, боқтайды үйде дейді. Не қылайын енді? Не істейген соны? Бүйтіп шығарайын десем, өз-өзімізді айыптағандай боламыз. Не керегі бар оның? Сондықтан сол сияқты күйеуім намаз оқиды, мен ұратына шығып жатыр ғой, Фейсбукта да, интернетімде жүр, көріп жатсыздар. Намаз оқитындардың істеп жатыр. Не пайда содан? Сондықтан, ардақтылар, бір аят болса да өміріңізге сіңіріңіз. Солмен жүруге тырысыңыз. Сол маңызды, түсінесіз бе? Солмен жүру маңызды. Соны өміріңізге сіңіру маңызды. Сол Құрандағы 114 сүреден бір аят бойыңызға сіңіп, өміріңізге жол қыласаңыз, соны өмірлік ұран өзіңізге жол қыласаңыз, сол маңызды дүниесі сол болады. Әйтпесе, оны құр жаттағаннан одан пайда жоқ шығар. Құр жаттап алғаннан пайда жоқ. Жаттағанда өлеңде жаттап алады адам. Мен патриотпын, мен патриот, алтын елім, менің елім, менің елім. Еліңді жақсы көрмесең, еліңе патриот болып бере алмасаң, оның несі маңызды? Қазір сәл тұрады. Ассалаумағалейкум. Колледж университеттерде намаз оқуға болмайды дейді. Сондай заң бар ма? Орамал тақтырмайды. Әйел қыздарға намаз оқысаң жинап үйде оқу дейді. Намаз парыз. Бірақ намазды оқытпай жатса ишаратпен оқисың. Парызын қалдырмай оқисың. Амалын оқитын адам табылады. Құрметті бауырлар, біз тағы да айтамын. Біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекет. Сол нәрсеге біз жетерміз. Зайырлық деген біз заң, шариғаттың күммен емес, өзіміздің мемлекетіміздің заңымен жүреміз. Дұрыс шығар. Мүмкін кейбір мәселеде мемлекеттің заңымен біздің сенім нанымызда мәселе бір-бірімен түйдеспейтін шығар. Бірақ осы жерден бір жол табуымыз керекпіз біз. Ұрыспай, таласпай, былай өлтірмей, ат сындырмай, арбаны бұзбай деген сияқты нәрсе табуымыз керек. Жолық салына албай атады. Қандай кеңеш бересіз? Жолық салып жатқан адам, қыз сіңділеріміз ошо жүрген адамдарына бірап қарап қойыш керек. Киммен жүресің? Сенің жүрген адамың, сөйлеп тұрған қыздар, яғни мастураттар, бардық еле жолыққа келбеген қыздармен жүрсең, қанды беле сен келмегелең, я. Сенің сөйлеше тұрған, киммен жүріп атасың, киммен тұрып атасың, киммен жатсың, үйделе иман исламның жыты келбесе, қанды беле сен жолыққа келесің, я. Ушу үйделе жолыққа келдіңіз, дин еле жолыққа келіштен бұрын үйделе жыты болуш керек, иман исламнан жыт болуш керек, мүнөз керек. Алланың рызалығына ибадатпен жетпеген кезде мүнөзбенен, жақшы амал менен де жетишке жол бар. Құдайым ошондай мейірімді, ошо мүнөзбен де келишке болот. Bir адамдар бар да, намазы бар, жолуғы деле бар, укмуш эле сигарет тартат. Көрсөң кантип. Тилдери укмуш. Ал эмне болмоган, Заңда некедеміз 5 жыл, 2 қызымыз бар. Енді мешітке барып неке қидыруға бойдақ күйде куәгерлеріміз жоқ. Жасымыз 36-46. Бойдақ деген ол басқа бізде бола береді. Куә болса болды. Бойдақ болу шарт емес. Ол анау үйленген ана свидетельдер не женатый болу керек дегендер. Разведенный де бола береді. Умраға баруды жоспары бар ма февраль айында, иншалла. Өтініш жауап беріңізші, түсімде төсегімізде үлкен дәрет жатыр екен. Бай боласың, ақша боласың. Некесіз тұрған дейді. Некесіз тұрған не мемлекеттің, не шариғаттың тілінде тұрмаса, да бұл гражданский брак деп айтуға келмейді, бұл үлкен күнә болады жан. Ол сенен қашып жүрген адам деген сөз. Менің туған сіңілімнің ұлы 10 жаста, оның алдында орамалсыз жүруге бола ма? Болады.
Орамалда шайышқызып қояды. Орамалсыз жүрсем бола ма? Роддомның ішіне жүре бересіз. Күйеуіміз азан шақырмайды, қамат айтып намаз оқи береді. Бештегі азан даусын естік жеткілікті ма? Жеткілікті. Жарай береді. Аға, қыздың көз жасында қалса не болады дейді. Енді қалмауға тырысыш сен де. Қыздың бәрін жылата бермесеш. Енді күтіп отырайын деп пен, енді сол қыздан келе жатқан нәрсе еңкейіп қалайын деп пен, жаным. Жолдасымды намаз оқуға көндіре алмай жүрмін, қалай айтсам болады дейді. Сен өзің оқысаш. Сен өзің оқы, жаным. Анау қалай оқиды ол? Сен өзің оқымайсың. Оқысың ба? Оқысаң да анау кішкене суреттерді азайт Инстаграмдағы. Бейт түскен, анау шашыңды көріп мен өзім бейтіп баратырмын, көзім айналып баратыр. Суреттерді азайт, кішкене өзіңі өмір түнде бейтіп өзің оқышы. Сені көрсін. Сонда одан ұялады. Құдайдан қорықпаған адам ұялау бар. Бізде ұят деген ұлы қасиет бар. Бізде ұят деген жақсы қасиет бар. Адам тәрбиелейтін. Мән хаяун лаху ва ла имануллах. Кімде ұят болмаса, ода иман жоқ. Иман мен ұят ажырамайтын бір үлкен қасиет, жаным. Сондықтан сен өзің кел, саған қарайды ұялатын болады. Күйеуді түзеткілеріңіз келе ме? Ода ұят бар. Оның ұяты неден келеді? Сіз оятасыз ол ұятты. Сіз өзіңіз осындай болсаң қалай ойнады? Күйеуім, сен оқыш. Менші, мен қыдырып жүргім керек. Жоқ, ондай ма? Екеуі бір-біріне пара болады. Я работаю кассиром в супермаркете, продаю алкоголь. Насколько это куна? Во-первых, вы не продаете, вы работаете на этом месте. Вы, наверное, скорее всего, знаете ответ на этот вопрос. И в любом случае хотите узнать, что я скажу. Вообще, само по себе вы не торгуете, вы являетесь продавцом. Точно так же доставщики еды. Когда им дают